7 миллион беріп жатыр достар, сүйінші. Яғни мына солтүстікке көшкен қазақтарға мамандықтар иесін қазір на видеоны достар бүкіл қазақстандықтарға бөлісіп қойыңыздар. Толыққанды айтам. Сіздермен бірге мен Адикус парақшаға обязательно тіркеліңіздер, осы пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін. Ендеше Қазақстанда оңтүстіктен солтүстікке көшуге сұраныс артты. Не беріледі? 7 миллион теңгеге дейін сертификат, тек үй немесе ипотекке. Әр адамға 20 АЕК бір жолғы төлем, 12 айға дейін жалдау мен коммуналдық төлемдер, вообще күшті. Қай өңірлерге? Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан облысы және Абай облыстарына. Қандай мамандар керек? Құрылысшылар, дәрігерлер, мұғалімдер, аграрлар, әлеуметтік қызметкерлер және де тех мамандар. Срочно жұмыс таппай жүрген Қызылордадағы, Тараз, Шымкент, Түркістандағы таныстарыңызға бөлісіп қойыңыз. Негізі достар, мен айтайын, табиғат енді мощный мына жақта. Малға біздікіндей шөп орудың қажет жоқ, көздігінен өсет. 2 күн сайын жаңбыр жауады. В общем, проблема жоқ, ешқандай да мәселе жоқ. Еще туризм қаттанып жатыр. Астанадағылар безіп кетіп, қай барарын білмейсіз, аудандарға баруда да вообще тема просто супер. Сол себепті осы видеоны бүкіл таныстарыңызға бөлісіп қойыңыздар.